Қазақтың бала өсіру және тәрбиелеуге қатысты дәстүрлерінің бірі ашамайға мінгізу. Ашамайға мінгізу бір сөзбен айтқанда баланың алғаш рет атқа мінуі. Баланы кез келген атқа немесе тайға отырғыза салмаған. Оны көбінесе бәсіреге берілген тайға отырғызған. Бала туған кезде және оның сүндет тойына атасы не өз әке-шешесі немесе ағайын туыстары шілдеханаға келгенде құлын тай атап сыйға тартқан. Бұны бәсіре беру деп атаған. Бәсіре атау баланың көңілін өсіреді, өмірге бейімдеп, ынталандырып тәрбиелеудің бір жолы. Бәсіреге берілген аты мінуге жарап тұрса, ашамай ерттелінеді. Ашамай дегеніміз баланың тайына арнайы жасалған ердің бір түрі. Баланы ашамайға мінгізу оның өмірінде тіршіліктің жаңа кезеңнің басталғанын білдіреді. Ауылдың үлкендері балаға бата беріп, ат тізгінін ұстатып, оң қолына қамшы ұстатады. Аналар шашу шашып, тілектер айтылады. Баланы ашамайға мінгізу, баланың атқа отыра білу, мықты табанды болып өсуін қамтамасыз ететін дәстүрлердің бірі деуге болады. Ал балама батамды ақ тілегімді арнап жіберейін. Ақ тілек, атқа тоқым сал бірек, атқа да жақсы шаба біл, жасыңнан малды баға біл, өнеге өнер таба біл, аймағыңа жаға біл, атқа міндің ақ жол. Әумин.